Екеулеріңізге топқа бөлінесіздер. Qasiyetте домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелетпен кетерем. Мен қазақтың бойымдағы қан қазақ. Иманғали, неге құрмаласыз? Дұрыс. Бұл жерде қанша жесеремен құралып тұр? 2 жесеремен. Сосын? Келесі, салалас, құрмалас сөйлем деді. Неге салалас екен? Кім дәлелдейді? Жаңа оқыған сөйлем. Салалас. Ал жүрек. Салалас, құрмалас сөйлемдерде балалықтармен байланыстары және екі сөйлем тиімдерге байланысты ойды жақсы. Соңғы. Оқиға. Бұл жерде көбейту үшін біз қандай сөйлем? бұл меніңше салалас. Бұл кезде бізде баяндауыш берілген және біз баяндауыш топқа бөлінген домбыраларымыз бар ғой. Осы домбыраларымызда несінде перне тақтасында бізде 1, 2, 3 деп сандар беріп тұр. Осы жерде мына жерде шетінен өздерінің сұрақтарын жазып қойды. Кім қазір үй тапсырмасында сұраққа жауап берді, үй тапсырмасы бойынша сөйлем айтты, сол 1 деген балға көтеріп отырасыздар. 1. Қазір әрбір тапсырма орындаған сайын осыны ары бері жылжытып отырамыз. Сабақтың соңында осы жинаған балымызды кері байланысқа жазамыз. Жақсы. Демографиясы бүгін қандай тақырып болады деп болжамайсыз? Бұнында басқа елдердің демографиясын тағды кім облысы? Тағды. Мына екі мемлекеттен, екі елден. Қандай болсын? Өзіміздің мемлекетпен және демографиясы әлем бойынша алдыңғы қатарда тұрған қай мемлекеттер экономда? Өзбекстан. Қытай мен Өзбекстан және одан кейінгі Америка елдері. Онда осы елдерде қандай демографиялар? Сан, екіншанда, бірінші абзац қана бойынша. Сіздер екінші топ. Осы мәтін бойынша диаграмма сызасыздар. Екінші абзац қана. Сіздерде қамтылатын заттарыңыз бар. Орында үшінші топ сіздерге тапсырма. Осы мәтіндегі негізгі айтайын деп тұрған өзекті мәселе қандай? Осы бойынша өз ойларыңызды жасап, Қазақстанның демографиясын салыстырыңыз. Екі топ жұмыс істеген кезде нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелетпен кетерем. Мен қазақтың бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуаныс екен барына. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтқан жыр қазақ. Бірақ мен осы жерде мәтінде бір кереғат пікір болды. Қандай пікір болды? Осы ойға көп жәрдемақы төлесе, көп бала дүниеге келеді ғой. Жәрдемақымыз өтеді, сізде осындай. Сонда үкімет басына отырған сіздерге айтар сүйесіңіз, бізге нені көбейтсін дейсіз?
жәрдемақыны төлейсіңіз. Шартты ұсынысыңызға болады. Бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын. Түркия секілді елдерден көруге болады. Олардың бәрі адами ресурстарға бай мемлекеттер. Бұл шындық. Мен сіздерге тапсырма, қазір сіздерге тақтыдан мәліметтерді осы мәлімет. Тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Екеуі қайтеміз, теңіз қатаралыз. Бізге материалдық жағы да керек, бала да керек. Бақытты құндылықтарды сақтау да керек. Осы бойынша сіздерге үйге тапсырма, есте жазу берді. Енді қазір сіздерге не бердім? Жібек. Жібере береміз нені? Кері байланыс бүгінгі сабақ бойынша сіздердің енді кері байланыс күтеміз.